Өзінің жақсы көретін ұлы Мағауия қайтыс болғанда абай жатып қалады. Сонда жуан таяқ тобықты байғұлақ шешен кеп: «Әй, Абай қарағым, Ақсұңқар аспанға ұшты, бәрінен Құдай күшті, халық кеп тұр ғой» дегенде, Абай: «Бұл Мағаш маған да жоқ, саған да жоқ. Мағаштай бала тумас, көңілге тоқ. Аз күнде дүниеден мен де кетем, маған да зар боларсың, жиылған топ» деп күңіренген екен. Мағауия ақылды, өте адал, жұмсақ мінезді болған. Мағауияның жас кезінде Ақшоқыда Құнанбай айғыр жарыстырады. Оны қара жарыс дейді. Сол жарыста Есіркеп руының көк айғыры алдыда келе жатады. Сонда Абай шапанын қағып, орнынан тұрып: «Ойбай-ау, бұл Есіркептің көк айғыры қайтеді» дегенде, 5-6 жастағы Мағауия: «Тәте, бұл сөзден жасы бағатын жаман Есіркеп емес, ол хайуан көк айғыр ғой» деп, Абай қып-қызыл боп ұялып кеткен екен. Сонда Құнанбай күліп жіберіпті. Мағауияны елдің бәрі жақсы көрген. Сол сүйікті ұлы қайтыс болғанда Абай шырағымның сүйегін соқпасын деп, соның сүйегі салынған арбаның жолындағы тасты терген екен.